Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Мерекелеріңізбен. Бүгін мынандай өте қызық оқиғаны оқыдым және сіздермен бөліскім келді. Шайтанның сыйлығы деген. Бір діндар, өте діндар кісі, біздің тілмен айтқанда, яғни тақуа әйел кісі. Сондай жағдайы қиын болып, тіпті бала шағасын тамақтандыратын тағам таппай радиоға хабарласады. Радиоға хабарласып, өзінің қазір өте қиын жағдайда болғанын және қиын жағдайда қарамастан Аллахқа шүкір ететінін жеткізіп айтады. Сонымен оны естіген дердің ішінен бір атеист оны естіп, оны мазақтау мақсатымен жаңағы әйелдің адресін, атын, бәрін біліп, хатшысына айтады. Бұған ең қымбат тағамдарды сатып алдағына апар. Және оған оны шайтанның әкелгенін айт дейді. Хатшысы оның айтқанында ең қымбат еттерді, сыр тәттілерді бәрін сатып алып апарады. Апарып жаңағы әйел кісіге береді. Әйел кісі сондай қатты қуанады, Аллахқа шүкірін айтып, көздері жасқа толып Аллахқа шүкірін айтады тағына. Содан жаңағы қыз соңында сұрайды: сізге қызық емес па бұның кім сізге бұны кімнің жібергені дейді. Сосын жаңағы әйел жауап береді: жоқ дейді, ол маңызды емес. Егер Аллах Тағала қаласа, тіпті шайтан да оның әміріне бойұсынады дейді. Яғни бұл оқиға өтірік па әлде рас па, ол да Аллах Тағалаға аян. Бұл жайында айтқым келгені Ән'ам сүресінің 165 аятында жердегі құрлықтағы да және теңіздегі бүкіл құпиялар, тіпті жапырақтың түсуі де ол Аллах Тағаланың әмірімен. Аллах Тағала оның түскенін біледі дейді. Бұл жерде я'ламу деп келеді, яғни жапырақтың түскенін де Аллах Тағала біледі. Бүкіл іс-әрекеттер олар Аллах Тағалаға аян. Адамдардың іс-әрекеті, жындардың іс-әрекеті, барлық іс-әрекеттер Аллах Тағалаға аян, және Аллах Тағала әділетті. Хасби Аллаху ва ни'мал уакил. Кейде иманың түсіп кетеді, сонда өзімнің иманымды осылай көтергім келеді. Бұрында мен жазушы едім дәптерлерге. Қазір ол жазу қалды, мүмкін жалқаулық, мүмкін иманым мүлде түсіп кетті, білмеймін. Осылай жазбаша аудионы қалдырғым келді осында. Ауызша аудионы дегенім. عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين